Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз ешқандай да ашытқысыз, яғни дрожсыз дайындалатын, бірақ өте дәмді, жұмсақ, көтеріліп пісетін бауырсақтар дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бауырсақты дайындау үшін небәрі 10 минут қана уақытыңыз кетеді. Ендеше бауырсақтарымызды дайындауға кірісейік. Ең әуелі айранымызды арнайы ыдысқа құйып алайық. Мендегі Foodmaster'дің 2,5% айраны, кез келген айран түрін қолдана берсеңіздер болады. Енді осы айранымызға бір ас қасық ас содасын қосып, екеуін бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Сонда айран мен ас содасы реакцияға түсіп, көпіретін болады. Қыздар, естеріңізде болсын, айранға ас содасын қосып, осылай араластырып алсаңыз, екеуі реакцияға түсу арқылы ас содасының тағамымыздан дәмі білінбей қалады. Алдын ала дайындап қойған тұз бен қантты бірге қосып жіберемін, барлығын араластырамын. Осылай араластыра отырып, үстінен сұйық май қосамын да, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осы кезде біздің массамыз көпіріп, ұлғая түседі. Яғни бұл жерде ас содасы мен айранның арасында реакция жүріп жатыр. Ендігі кезекте осы массамызға бір жұмыртқа қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Мінекей, толықтай жұмыртқа біздің массамызға сіңіп, араласып кетуі керек. Енді електен өткізе отырып, осы массаға ұн себеміз. Міне ең әуелі мен ұнды венчикпен араластырып алдым. Әрі қарай ұнды көбейткен сайын қасықпен, одан кейін қолмен араластыратын боламын. Шамамен мен 700 граммдай ұн қостым. Сізде одан не аз, одан көп болуы да мүмкін 700 грамм ұннан. Сондықтан да аз-аздан қоса отырып, өзіңіздің қамырыңыздың ыңғайына қараңыз. Бізде жұмсақ, сәл қолға жабысатын қамыр пайда болуы керек. Міне менде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Қарап тұрсаңыздар, менің қамырым қолыма сәл жабысады. Енді осы қамырды ыдысқа салып, шамамен бетін 10 минутқа жауып қойып қоямын. Мінекей менде шамамен 10 минуттай уақыт өтті. Енді жаңағы қамырды алып, ұн сеуіп, жазып алатын боламын. Қамырымыз тым қатты, қалың, не жұқа да болмау керек. Қатты, қалың болса да арасы тығыз болып қалуы мүмкін біздің бауырсақтарымыздың. Әрі қарай бауырсақтарыңызға 4 бұрышты немесе дөңгелек етіп, өз қалауыңызша пішін берсеңіз болады. Менің бауырсақтарымның қалыңдығы осылай болды. Бұдан не қалың, не жіңішке болып кетпеу керек. Міне тағы біреуін көрсетейін. Әрі қарай бауырсақтарыңызды қызып тұрған майда қызарғанша екі жағын аудара отырып пісіріп алатын боласыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің бауырсақтарымыз үлкейіп, көтеріліп жатыр. Осылай көтеріліп бастаған кезде бауырсақтарыңыздың екінші жағын аударып, қызартып, осылай пісіріп алыңыз. Осымен біздің небәрі 10 минутта дайын болатын өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек бауырсақтарымыз дайын. Асығыс болған жағдайда осылай тез-тез бауырсақ пісіріп жергенге таптырмайтын рецепт деп ойлаймын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.